мағлұматтарын түсінуді одан әрі дамыту. Енді балалар, бүгінгі сабаққа дайынбыз ба барлығымыз? Ал біз алдымен квадрат теңсіздіктер дегеніміз не? Осыған анықтама беріп кетейікші. Кім айтады балалар, кім біледі? Мәлем атау. Ax квадрат қосылған bx қосылған с үлкен нөлден кіші нөлден үлкен немесе тең кіші немесе тең нөлден тілінде берілген теңсіздікті квадрат теңсіздіктер деп айтамыз. Жарайсыз. Дұрыс па балалар? Ал енді біз осы теңсіздіктерді барлығымыз білетін болсақ, тақтада бізде беріліп тұрған қайсысы бір айнымасы бар екінші дәрежелі теңсіздіктер деген сұрақтарға жауап берейік. Егер біріншісі дұрыс болса, иә дейміз, екіншісі дұрыс болса, иә дейміз, қате болса, жоқ деп айтып отырмыз. Жарай ма? Енді тақтада қараймыз. 2х минус 6 кіші нөлден жата ма? Жоқ. 2 қосылған x минус 6 екі жақшаға жүктеліп тұр. Жақшаны ашып жіберсек жата ма? Жатады. Келесі бізде дәрежесі x-тің 3-ге тең болып тұр. Бұл кезде жата ма? Жоқ. Жатпайды. Келесі төртіншіміз x квадрат қосылған 2x минус 3 жата ма? Жоқ. Енді бізде бесінші x квадрат қосылған 2x минус 3 үлкен немесе тең нөл жата ма? Жатады. Келесі алтыншы x көбейтілген x плюс 2 x минус 3 бұл бізде кіші нөлден жата ма? Жоқ. X квадрат кіші немесе тең 6x қосылған 5 жата ма? Ал сендердің бүгінгі берген жауаптарына толықтай қанағаттандым десем болады. Сұрақтарға жауаптарың өте жақсы, сабақты түсінгендерің көрініп тұр. Енді сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Енді бесіндегі алдыларға қазір парақтар таратып беремін. Осы парақтарға бірінші топтың тапсырмасы теңсіздікті шешудің алгоритмі айтамыз. Топтарды жазамыз және оқып қорғаймыз. Жарай ма? Екінші топ графиктік тәсіл, үшінші топқа аралықтар тәсіл. x квадрат. Ал енді барлықтарымыз тапсырманы орындап болған сияқтымыз. Және кім қорғайды? Бірінші топ дайынбыз ба? Келдік. Теңсіздіктің шешудің жолдарын алгоритмі. Біріншісіне теңсіздікті ax квадрат қосу bx қосу s үлкен нөлден ax квадрат қосу bx қосу s кіші нөлден түрге келтіру. Y тең ax квадрат қосу bx қосу s функциясын қарастыру. Форматтарды бағытын анықтау. Абсцисса осымен қиылысу нүктелерін табу. Жақша ішінде y тең 0, ax квадрат қосу bx қосу s теңдеулерінің түбірлерін табу. Және y тең ax квадрат қосу x квадрат қосу с функциясының графигін схемалық түрде салу. Бұл абсцисса. Ал бірінші топ өзінің жұмысын қорғап бітірді. Келесі екінші топ келеміз. Қандай? Графиктік тәсіл мысалы y тең x квадрат 2x квадрат плюс 3x минус 2 функциясының графигін саламыз. Ол үшін квадрат теңдеу түбірлерін анықтаймыз. Сонда минус 2-ден 2-ден 1. Мұнда x2 тең 2-ден 1, x1 тең минус 2. Ал біз графигі. Орындап болсақ, үшінші топтан дайын ба? Келеміз. Дәулет ал оқи. Аралықтар тәсілі алдымен 2x қосылған 3x азайтылмайды. Тең 0 теңдеулерінің түбірлерін анықтаймыз. x1 тең минус 2, x2 тең 2-ден 1. Екі түбірді екі жақшаға жіктейміз. x2 тең 2-ден 1, x1 тең минус 2 нүктелерді сан осын 3 бөлікке бөлеміз. Балалар, келесі біз өкіл стратегиясына көшеміз. Бұл бізде берілген теңсіздіктерді шешіп, оны басқа топтарға апарып түсіндіру деген сөз. Мысалы, мына топта екі оқушы шешілген теңсіздікті екі топқа алып барады, сол сияқты басқа топтарда қайталаймыз. Енді ол жерде біз не істейміз? Таза дұрыс шығаруымыз керек. Көркемдігі суреттерді дұрыс сызамыз, жауабының дұрыс жазылуы және топ мүшелерін бірлесе жұмыс істеу қажет. Енді келесі есепті қараймыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа әр топтың өзінің есептері берілген. Енді бірлесіп топтасып жұмыс жасаймыз.
Ал кірістік сендерге есеп шығаруға 5 минут беріледі тек қана. Бастаймыз. Қане барлықтарымыз есеп шығарып болдық па? Шықты ма бәрімізде? Түсіндік па? Басқа топқа түсіндіре аламыз ба? Енді стратегиямызға көшіп, әр топтан екі оқушыдан орныңыздан алсақ. Кім бар? Дәулет пен Ерлан бар, сендерден алсаңыз. Алсаңыз қыздар. Отырып, атпай түсіндіреміз. Сендерге 5 минут берілген уақытты ескереміз. X квадрат болмаса міне қарасаңдаршы. Мен сақсың. X квадратты 100. Квадратты Ал, түсіндік болды ба? 5 минут өтіп кетті. Болды ба? Түсіндіріп үлгердік па? Ал енді әр оқушы өзінің тобына барып жайғасамыз. Жайғастық па? Ал сендерге түсіндіргендер ұнады ма? Түсіндік па бұл тақырыпты? Бәрін түсіндік па? Ал квадрат теңсіздікті шешу үшін бірінші не істейді екенбіз? Дейміз? Дұрыс айтасыңдар. Молодцы. Жақсы түсінген екенсіңдер. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Сәйкесін тап дейді. Көтір. Енді мына жерде сендерде квадрат теңсіздіктер беріліп тұр. Мына жерде сендерде 4 теңсіздік беріліп тұр ғой. Соның жауабы мына жақта тұр. Сендер осының қайсысын кетір өздері шешулер керек. Ол сендерге айтқанда қысқаша тест сәйкесін. Артық бір ғана жауабы бар, оны алып тастаймыз. Жарай ма? Ал 2 минут уақыт сендерге беремін. Бастадық. Ал уақыт өтті, балалар қараймыз. Бірінші теңсіздігіміз біздің Мәриям оқушы. Минус x квадрат азайтылған 5x қосылған 6 үлкен мөлдер. Дұрыс. Оның жауабы бізде не болды? В. В болды ма? Дұрыс па тексерейік. Көтер. Дұрыс екен, иә балалар? Келесісін бізде тең азотный ғой тұр. X квадрат азайтылып 5x қосылған 6 кіші мөлдер. Оның жауабы бізде? Жарайсың. Келесі. Үшінші теңсіздікті оқимыз. Бізде мынажан оқы. X квадрат минус 6 плюс 9. Оның жауабы бізде? Бұл жерде біздің жауабымыз F. Дұрыс па балалар? Бәрі дұрыс шықты ма? Ал осымен біздің сабағымыз аяқталады. Енді алдыларында берілген бағалау парақтарының барлықтарын бүгінгі сабақтарын бағаладыңдар ма? Ал мына топтан Дәулет өзіңді бүгін сабақта қаншаға бағаладың? Мен өзімді бүгін 10-100%-ға бередім. Неге? Өйткені мен бәрін түсіндім. Өткен сабақтарда түсінген едім тақырыптарды. Бүгін қатты түсіндім деп ойлаймын. Жарайсың. Бүгін Дәулет шынымен де белсенді қатысты, иә балалар? Енді келесі екінші топта Гүлсім. Өзіңді бүгін қаншаға бағаладың? Мен бүгін өзімді 100%-қа бағаладым. 5-іне қатыстым деп ойлаймын. Жарайсың. Келесі Гүлсім бар. Өзімді 90%-ға бағаладым, себебі өзімді белсенді қатыстым деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Әр адам өзін бүгін адал бағалады. Балалар келісеміз ба? Оқушылар оқулықтан